Смартфонсыз сабақ. Жақында Астананың барлық мектептерінде смартфон ұстауға жаппай тыйым салынуы мүмкін. Бұл әзірге ұсыныс. Прокуратураның тапсырмасымен білім басқармасы мектеп директорларына хат жолдады. Мақсат әрине ата-аналардың пікірін білу. Қазірдің өзінде қаладағы 2 мектепте осындай тәжірибе қолға алынған. Жаңа бастамаға тараптардың көзқарасы қандай? Тілшіміз біліп қайтты. Қымбат Тоқтарбек қызының ұстаздық еткеніне 20 жыл. Соңғы кездері оқушылар кітаптың емес, телефонның бетіне байланғанын айтады. Тіпті сабақ үстінде де зейіндерін оқуға аудару мүмкін болмай кеткен. Смартфонның ішінен өлген оқушыны сырт қалып шығудың жолы табылды. Тұтас мектеп оқушыларда гаджет ұстауға қатаң тыйым салыныпты. Нәтиже бірден байқалған. Білім сапасы біршама көтерілді. Мысалы 10%-ға көтерілді десем, мен қазір қате айтпаймын. Балалардың мысалы тек қана оқу үрдісінде емес, мына тәрбие үрдісіне де көп көңілдер бөлінді. Өйткені балалар біріншіден үйірмелерге көбірек қатыса бастады. Мысалы біздің мектебімізде баскетбол, волейбол, содан кейін жаңағы шахмат үйірмелері бар, домбыра үйірмесі бар. Сол үйірмелерге балалар өздерінің бос уақыттарында келіп, міндетті түрде өздерінің жаңағы басқа жақтарына қабілеттерін ұштап жоғарылатып жатады. Астанада қазір смартфонсыз 2 мектеп бар. Мұғалімдер оқушы сабақ үстінде телефонға телмірмей келген хат хабарға елеңдемейтін айтады. Екіншіден қылмыстық оқиғалар біршама азайған. Яғни қымбат ұялы телефонды ұрлату фактілері 60%-ға дейін кеміпті. Үшіншіден балалар арасында бәсекелестік бәсеңдеді. Жақында елорданың қалған 82 білім ошағы да ақылды телефоннан бас тартуы мүмкін. Бірақ бұл бастамаға көпшіліктің пікірі қақ жарылды. Дұрыс деп қолдап, теріс деп сөгіп жатқандар да бар. Солардың бірі Клара Нұрқасқызы. Смартфон немерелерімнің күзетшісі. Жүрген тұрғандарын көріп бақылап отыру үшін телефон ауадай қажет дейді. Сол себептен ол мектепте гаджет ұстауға тыйым салынатынына қарсы. Біз жарты сағаттан кейін мектептен шығамыз дейді, өте ыңғайлы. Біз хабарламаны алған бетте келіп алып кеткенге. Баланың қай жерде екенін анықтауға болады. Қазіргі дамыған заманда соған да қажет деп есептеймін. Ал білім басқармасының басшылығы ешбір бала байланыс аясынан тыс қалмайтынын айтты. Жай телефонды пайдалануға рұқсат. Тек тыйым оқушы зейінін ұрлаған смартфонға салынбақ. Сәуір айында қорытындысын қараймыз, ата-аналардың пікірлері қандай болған. Дәл қазір 6 наурыздан бастап ата-аналар жиналыстары өтеді. Сода осы сұрақтар талқыланатын болады. Осыған дейін де елдің бірнеше аймағындағы мектептер смартфоннан бас тартқан болатын. Ал бас қалада бұл бастама қаншалықты қолдау табатыны бір айдан соң белгілі болмақ. Асима Нұрбайқызы, Мақсат Тастенбеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы.